Жүзімнің пайдалы қасиеттері ежелгі Мысырда белгілі болған. Содан бері жүзім тек қана дәмділігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де әлемге танылды. Әсіресе жүзімнің көптеген дертке дауа екенін сіз білесіз бе? Олай болса, бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіз. Жүзімде көптеген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Ақ жүзімде темір мол және жүзім сүйегі мен қабығында кездесетін қою қара немесе қызыл түсті күштің қалыпқа келуіне көмектесетін дәрумен бар. Ол дәрумен де мықтырақ. Одан бөлек жүзімде кальций, калий, магний, фосфор, сондай-ақ А, С және В6 дәрумендері кездеседі. Жүзімді емдеуге пайдалануға болады. Жүзім қандай дерттерге дауа болады? Онкологиялық аурулардың алдын алады, жүрекке жақсы әсер етеді, тамырларды қатайтады. Қан ұюының алдын алады. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн, өйткені ол аспирин секілді қанды тартып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинаңыздың алдын алады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді. Қан диабетін емдеуге қолданады. Астмасы бар адамдар үшін өте пайдалы. Адам терісі балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаю процесіне қарсы, яғни ағзаны жасартады. Жүзім шырыны ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланылады. Жүзімнің қабығында орналасқан фигменттер иммунитетті нығайтады. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептелінеді. Егер адам күн сайын бір стақан жүзім шырынын ішіп, бір үзім жүзім жесе, оған қандай да бір жұқпалы аурулардың белгісі дарымайды. Түрлі фармацевтикалық компаниялар жүзімді БАД өнімдерінен бұрын қолданып келеді. Олардың құрамында жүзім экстракты кіреді. Әсіресе жүзімнің сүйегі мен қабығы жоғары бағаланады. Мәселен, ұсақталған жүзім қабығы мен сүйегінен жүрекке арналған ұнтақ және көптеген сергітетін дәрі-дәрмектер дайындалады. Ертеден бері жүзім сұлулық үшін пайдаланады. Қазіргі келген косметикалық фирмалардың құрамында жүзім кездесетін өнімді таба аласыз. Бұл негізінен бетке арналған кремдер. Бұл кремдердің құрамында антиоксиданты өнімдер көп. Алайда жүзімнің көмегімен косметикалық өнімді үйде дайындауға болатынын да ұмытпадыңыз. Жүзімнің ұлпасының бетін майлылығы қалыпқа келтіріп, беті сергектене түсетін маскалар жасауға болады. Бұл күндері целлюлитке қарсы өнімдер жүзім белсенді қолдана бастағанды ұмытпаңыз. Жүзім дертке шипа бола алатын бірден бір жемістің түрі. Жер бетінде ең алғаш пайда болған өсімдіктің бірі жүзім. Оның жапырақтарының ізі мен дәндерінің қалдықтары сонау бор дәуірінің қазба жұмыстарының арасынан табылған. Сондай-ақ деректерге қарап, мыс және қола дәуірінде жүзімнің дәл бүгіндей әсерле бастаған байқаймыз. Египеттіктер жүзім өсіруді біздің заманымыздан бұрын 4000 жылын бастаған. Жүзім шағы олардан финдіктерге жеткізіліп, кейіннен римдіктерде тараған. Қазіргі таңда жүзім ең көп өсірілетін аймақ Кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10 мыңдай түрі кездеседі. Жүзімнің құрамында айтып өткендей көптеген дәрумендер бар. Сонымен қатар алюминий, сильций, йод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтер болса, піскен жүзімнің 100 граммда 154 грамм карбондық гидрат пен 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,6 миллиграмм темір, аз-аздан болса да басқа да элементтер, түрлі дәрумендер, су кездеседі екен. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де, мидың тынығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр ауруларының, қан аздықты, анемия емдеуде көп қолданылады. Құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазару мен майдың еруіне көмектеседі. Денедегі вирустарға қарсы тұруға бірден бір көмекші. Жоғары калориялы болумен қатар құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім өте тамақша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болғандықтан оның калориясы өте жоғары әрі темір мен кальцийге өте бай. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырады, терінің түрлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуын алдын алуын таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығындысы шырынын ішу деген денеге, ми жасушаларына да өте
пайдалы. Жүзімді қалай таңдаймын? Жүзім ең жақсысы ұстағанда қатқылдау болатыны және ашық түсті келгендері. Жасыл түстегі жүзім алғыңыз келсе, сәл сарғыштауын, қара жүзімді алғыңыз келсе, қою түстісін таңдаған жөн. Жүзімді мүмкіндігінше сыртқы тозаңмен сақтай білген дұрыс. Сабағының құрғап қалғандығы жүзімнің үзілгеніне біраз уақыт болғандығын көрсетеді. Тез үзіле қоймауы жүзімнің сапасын білдіреді. Бір тал жүзімнің шіри бастауы тұтастай бір шоқ жүзімнің шіруіне алып келеді. Жүзімді сатып алғаннан кейін көп уақыт ұстамаған жөн. Жүзім міндетті түрде суық жерде сақталуы тиіс. Бөлменің жылылығы жүзімді тез солдырады. Жүзім тоңазытқышта 1-2 күн бойы бұзылмастан сақталып тұра береді. Тоңазытқыштан алғаннан кейін жүзімді 1 сағаттан кейін жесе, дәмі сауғырлым, тәтті болады. Сақтықта қорлық жоқ. Дұрыс жуылмаған жүзімде пестицид, ашықты саңырауқұлақтардың шаң тозаң қалдықтары қалып қою әбден мүмкін. Қара жүзім бас сақинасы ауруын жүдетіп жіберуі мүмкін. Ал қызыл жүзім құрамындағы таниндер сақина ауруын тудыруы мүмкін. Сол себепті де жүзімді пайдаланған кезде міндетті түрде өз денсаулығыңызға әсер етпейтіндей жағын қараңыз. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау бол оқырман.